Димаштың Дайдидау деген ресторанын көрейін деп үйден жалдамалы пәтерден такси шақырып шықтым. Картамен со Дайдидау деген жерге келдік, соны көрсетіп тұрған жерге, бірақ та жаңағы ресторанды таппадық. Біз ойлап тұрмыз ғой, оны дәу болып төбесіне жазылған деп, сөйтсек, ол кішкентай ғана болып жазылып тұр екен. Сонда біз тура алдында тұрып көрмей тұрғанбыз ғой, ана кішкентай болғаннан кейін. Сәлеметсіз. Так, төбесіне қарай көтеріліп, ішіне кіреміз. Әдемі екен, бәрі алтынмен жазылған. Міне төрлетіңіз дейді. Сәлеметсіз. Бронь бармасыз? Жоқ. Просто хотели посмотреть. Одна будете? Да. Или вам более наедине хотите посидеть? Нет, бәрібір. Не хоть распомнить? Ага. Міне осы столға отырдым. Маған меню әкелді. Іші бір музей сияқты, бұнда әр мемлекеттен Димашқа берген подаркалары тұр, музыкальный инструменттер. Мына домбыраны Өзбекстаннан сыйлапты. Осылай тамақ дайын болғанша ішін аралап, қыдырып жүресіз. Әр мемлекеттен жанкүйерлері сыйлық сыйлаған. Енді екінші этажға көтерілеміз. Төбесі солай музей сияқты болып тұр тағы да. Мынау алтын адамы. Мына аспаптың аты тамбура екен, Болгария мен грек жанкүйерлері сыйлаған дейді. Домбыра Украина жанкүйерлері сыйлаған. Сасандо, Индонезия жанкүйерлері сыйлапты. Қомыз, қырғыз жанкүйерлері, қобыз шығар.
Балалайка. Екінші этаждан тұрып қарасаңыздар осындай. Бұлай қарасаңыз шағын ғана ресторан, дәу емес. Мұнда да міне столиктер тұр, екінші этажда отырып та тамақ ішсе болады. Мына кісілер де мен сияқты аралап көріп жүр. Мынау уборный, туалет. Жетіген. Өзі бір әдемі аспап екен. Біздің домбыра, бұны бәрі біледі. Қобыз. Мынадай бидай көже береді екен, бесплатно өздері. Мынау платно, шөп салат какой-то, өзім алдым. Мынадай май жілік алдым, үстіне икра салып береді екен. И қасында мынандай соус, нан. Мына шайды енді айта алмаймын, тар шай екен. Мен бірінші рет ішіп тұрмын, өте дәмді. Үйге кеп өзім жасап едім, менікі олай шықпады. Дәмсіз бір нәрсе. Вот, короче, ютубтан қарап жасаған ғой. Бағасы бұлай қолжетімді екен, соншама қымбат емес. Міне бағасы мен алған тамақтарым.